Атыраулық үкіметтік емес ұйым өкілдері ұсынған үздік жоба арнайы грантқа ие болады. Бүгін Мұнайлы шаһарда азаматтық орталықтың базасында Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қорының әрекет жобасы аясында қоғамдық бірлестік мүшелеріне арналған тренинг оқу басталды. Әлеуметтік кәсіпкерлік саласын дамытуды көздейтін шара барысында қатысушылар өз бизнес идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Тренингтің соңғы күні, яғни 28 шілдеде үкіметтік емес ұйым өкілдері өз жобаларын таныстырады. Нәтижесінде үздік деп танылған қатысушылар 500 мың теңге көлемінде грант иеленеді. Тренингтің мақсаты ол Атырау облысындағы әлеуметтік кәсіпкерлердің санын көбейту. Бүгінге дейін 39 үкіметтік емес ұйым өкілдерінен өтініштер түскен болатын. Қазіргі таңда 25-тен жоғары үкіметтік емес ұйым өкілдері осы тренингке қатысып білім алуда. Комиссия грантового конкурса у нас будет состоять из представителей. Конкурстық комиссия Самұрық-Қазына Траст, облыстық әкімдік, даму кәсіпкерлікті қолдау қоры, Атамекен кәсіпкерлер палатасы және Самұрық-Қазынаның еншілес ұйым өкілдерінен тұрады. Конкурстық комиссия таныстырылған жобалардың ішінен үздік 16 жобаны таңдайды. Осы арқылы үкіметтік емес ұйым өкілдері өзінің әлеуметтік кәсіпкерлігін іске қосуға, дамытуға 500 мың теңге көлемінде грантқа ие болады.